Так, саламатсыздар, досмартқа кіріп чек жіберуді көрсетемін. Қалай түсіру керектігін таңдаймыз, загрузить чекқа басамыз. Добавить оставшуюся часть дегенді. Алғашқы ұзын чек бар ғой, соларды бірінші бетін суретке түсіреміз. Бірінші камерадан выбирать етіп аласыздар да. Егер ол болмаса, міне мен ұқсап окей басасыз. Сосын X-ті басып тастайсыз. Сөйтіп қайтып басасыз, ортасындағы добавить оставшуюся часть. Бірінші бетін түсіріп аласыз, сосын ортасын түсіресіз. Ұзын чек болса, астын түсіресіз. Уже 3 частьқа кетіп жатыр. Міне 2 часть болды. Өстіп бөліп жібересіз, датасын жазасыз. Күнін итоговый сумма. Осылай жібересіз. Отправить. Смартқа кіріп, екінші нұсқасын көрсетейін. Бүкіл товарлар кездесіп жатса, таңдайсыз осылай. Загрузите фото чека. Ортасындағы добавить оставшуюся часть. Бөліп түсіріп аласыз. Осылай басылмай кетеді кейде. Жаңағыдай камераны басып таңдап алсаңыз да болады. Кейін X-ті басып тастайсыз. Сосын өзі шығады эфиріңізге. Окейді басасыз. X-ті басып тастайсыз. Сосын қайтып басып. Бірінші бетін түсіресіз, үлкен чек болса да. Добавить оставшуюся часть басасыз. Ортасын, белін, соңғы жағын 3 бөлік түсіріп аласыз. Бірақ анық көріну керек. Мыжық чек болмау керек. Үшінші частьін түсіресіз, міне 3 чек пайда болды. Ол бәрі бір чек. Үсті төбесі ортасы. Дата таңдайсыз. Сағат, итоговый сумма. Отправить чек. Чек мыжық болмау керек. Осылай түзу, осылай түсіресіз. Түзу бәрі көрінеді. Бұлай болмайды, бұлай. Жанынан бітіп түсіріп. Болмайды. Осылай түзу түсіресіз.